Пиноккио ертегісі. Ертеде Геппетто деген ағаш шебері өмір сүріпті. Бір күні ол ағаштан ойыншық бала жасайды. Кенет қуыршаққа жан бітіп, өте көңілді шолжаңбай бала пайда болады. «Енді сен менің балам боласың», деп шебер оған Пиноккионы бәрінің көзімен көріп білгісі келген Пиноккио үйінен қашып кетеді. Геппетто артынан жүгіріп шығып: «Пиноккио, тентек болма, үйге қайт», деп айғайлайды. Геппеттоның дауысын көршілері естіп жиналып қалады. Алайда тыңдайтын бала жоқ, алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Пиноккио күні бойы дала кезеді. Кешке қарны ашқан соң амалсыз үйіне оралады. Оны терезеден жолын күтіп қарап отырған Геппетто көріп шақырып алады. Тамақтандырып: «Пиноккио, ұлым, өте шолжаң болуға болмайды. Сен жақсы бала емессің бе? Бұлай қаңғырғанша мектепке барып білім ал», дейді. «Иә, әке, тіліңді алатын жақсы бала боламын. Ертеңнен бастап сабаққа барамын», деп жауап береді Пиноккио. Пиноккионы мектепке жіберу үшін үстіне киім және әліппе керек. Геппетто жалғыз қыстық пальтосын өткізіп, керек-жарақтарды сатып алады. Таңертең Пиноккио мектепке кетеді. Пиноккио мектепке бара жатып, жылжымалы қуыршақ театрының «Келіңіздер, қуыршақтар ойынын тамашалаңыздар», деп айғайлап шақырған хабарламасын естиді. Сөйтіп, сабақ жайында қалады. Пиноккио оқулығын билетке айырбастап жібереді. Біраздан кейін театрдың іші балаларға толып, қойылым басталады. Қуыршақтар сахнаға шығып, өз өнерлерін көрсетеді. Бір кезде олар көрермендердің арасында отырған Пиноккиоға назар аударады. «Пиноккио, сен біз сияқты қуыршақсың ғой. Сахнаға шық», деп жамырап қоя береді. Ойын тоқтап қалады. Жиналған жұрт ашуланып тарап кетеді. Спектакльдің үзіліп аяқталмай қалғанына ашуланған театр жетекшісі Мангиафиссо: «Қойылымның күл-талқанын шығардың, сол үшін сені отқа жағамын», деп жекіреді. «Рақым етіңіз, отқа жақпаңыз», деп қуыршақтар жалынып, жалбарынып, Пиноккионы театр жетекшісінің қаһарынан қорғап қалады. Мангиафиссо жөн сұрастыра келіп, оның кедей ағаш шеберінің баласы екенін біледі. Рақымы түсіп, Геппеттоны есіркеп аяп, баланың қолына 5 алтын тиын ұстатады. Содан соң әліппесін қайтарып, алтын тиындарды дорбашаға салып беріп үйіне жібереді. Оң қолына әліппе, сол қолына алтын тиындар салынған дорбашаны ұстап келе жатқан Пиноккиоға түлкі мен мысық жолығысады. Олар: «Дорбашаңда не бар?» деп сұрайды. «5 алтын тиын бар». Түлкі мен мысық алтын тиындарды қолға түсірмек боп: «Бесеуін біз білетін сиқырлы жерге көмсең, ертеңінде олар көп болып өсіп шығады», деп алдайды. Пиноккио келіспейді. Амалдары таусылған түлкі мен мысық енді күшпен тартып алайын дегенде көмекке мейірімді фея келеді. Ол сиқырлы таяқшасының күшімен түлкі мен мысықты қуып жіберіп, Пиноккионы үйіне ертіп келеді. «Геппетто бала мектепке кетті деп қуанды. Ал сенің жүрген жүрісің мынау. Ата-ананы ренжітуге болмайды. Есіңде сақта. Мына тиындарыңды жоғалтпай әкеңе апарып бер. Ескертіп қояйын. Тағы да осындай жақсы балаға жат қылық жасайтын болсаң, мұрның өседі», деген ақылын айтып, фея баланы шығарып салады. Пиноккио үйіне келсе, әкесі жоқ екен. Ол әкесін күте-күте жалығады. Феяның сөзін ұмытып, тағы да үйінен шығып кетеді.
Ақыры адасып, енді не істерін білмей жылап отырғанда бір үлкен көгершін ұшып келіп: «Неге жылайсың?» деп сұрайды. «Әкемді таба алмай отырмын», дейді Пиноккио жасын тыя алмай. «Әкең балық аулап жүр. Кел, жылама, арқама отыр да қанатымнан мықтап ұста. Мен сені әкеңе апарып тастайын», деп көгершін баланы көтеріп аспанға көтеріледі. Көгершін ұшып отырып Пиноккионы бір өзеннің жағалауына әкеп тастайды. Әкесі қайықпен өзен бойлай жүзіп бара жатыр екен. «Әке, мен жағалаудамын, бері келші», деп Пиноккио бар даусымен айғайлайды. Бірақ Геппетто қарияның аздаған кереңдігі бар еді. Ол бұл дауысты естімейді. «Әке, тоқташы, мен ұлымын ғой, енді жаман бала болмаймын. Тіліңді аламын, өтінем, тоқташы», деп жалынады. Әкесі қайырылмайды. Пиноккио енді не істерін білмей жағалаумен жүріп келе жатады. Біраз жүрген соң есік алдында кішкентай қайығы бар үйшікке тап болады. Үйшікте қарт әже отыр екен. Ішке баса көктеп кірген баланы ол жылы қабақпен қарсы алады. «Құлыным, қарның ашқан болар», деп тамақ береді. Пиноккио рақмет айтпастан әжей ұсынған бәлішті жеп сүтін ішіп алады. «Балақай, атың кім? Кімнің баласысың? Неге жалғыз жүрсің?» деп күлімдей сұрайды әжей. «Менің атым Пиноккио, Геппетто-станың баласымын. Әкем балық аулап жүр екен, соны іздеп келгенмін», деп жауап береді. Осы кезде Пиноккио мұрнының әрбір дұрыс жасамаған қылығымен бірге ұзарып бара жатқанын сезбеді. Әжейден сыртта жатқан қайығын сұрап алады. «Балам-ау, қайықты игере аласың ба? Ескек есуді білесің бе?» деген сұрағына мән де бермей қайықты сүйреп өзенге қарай кете барды. Қайыққа бірінші рет отырған Пиноккио ескек есе алмай қайықты төңкеріп алады да суға күмп етіп түсіп кетеді. Сөйтіп ол жақын маңда балық аулап отырған бір балықшының ауына барып ілігеді. Балықшы үлкен балық ұстап алдым деп ойлайды. Ауын тартып жағалауға шығарса, балық дегені бала болып шығады. Балықшы аң-таң: «Пиноккио, құтқарыңыз, мені босатыңыз, мен балық емеспін», деп айғай салады. Балықшы баланы аудан босатады. Пиноккио балықшыға кінәлай қарап, өзен жағалай басы ауған жаққа жүріп кетеді. Бір кезде ол өзінің судағы бейнесін көреді. Ұзарып кеткен мұрнына қарап қайғырып жылайды. Феяның айтқан сөзі есіне түсіп: «Мен қандай жаман іс жасадым екен?» деп ойланады. Балықшының Альдиго деген иті бар екен. Ол жылап отырған баланың жанына келіп, ары-бері аунап, неше түрлі қызықты оқиғаларды айтып көңілін көтереді. Сөйтіп Пиноккио итпен тез тіл табысады. Қайырымды феяны тауып беруін өтінеді. Альдиго баланы феяның үйіне дейін жеткізіп салады. Пиноккио феяға: «Мен жіберген қателіктерімді түсіндім. Маған сізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Мұрнымды бұрынғы қалпына келтіріп, әкемді тауып беріңізші», деп басынан өткен оқиғаларды түгел баяндап береді. Міне, көрдің бе, тыңдамағанның соңы неге әкеліп соғатынын. Мұрның қаншалықты ұзарса, сонша жаман қылық жасағаның. Енді бәрін түзеу керек. Ертеңнен бастап мектепке барасың, әдептілікке үйренесің. Сонда ғана мұрның орнына келеді, дейді әңгімесін тыңдап болған фея. Сөйтіп фея Пиноккионың күнделікті мектепке баруын қадағалап отырады. Пиноккио да айтқан сөзінде тұрып, сабағын жақсы оқиды. Қолынан көп іс келетін болады. Ескек есуді де үйренеді.
біртіндеп әдепті балаға айналады. Мұрны да күннен күнге қысқарып, қалпына келеді. Бірде фея: «Пиноккио, сен бірінші сынақтан сүрінбей өттің. Құттықтаймын. Енді әкеңді жолықтырғың келсе, ертең жол жүресің. Сол жолда сені екінші сынақ күтіп тұр. Ол туралы кейін сөйлесе жатармыз. Ал қазір бар да, мектептегі достарыңды қонаққа шақыр. Келіп, сенімен қоштассын», дейді. Пиноккионың қуанышында шек жоқ. Ол мектептегі достарын феяның үйіне ертіп келеді. Фея қонақтарды жақсылап күтеді. Отырыс көңілді өтеді. Кеш батады. Қонақтар біртіндеп тарқайды. Тек Пиноккио ғана тыным табар емес. Есекпен ойнай өзі де есекке ұқсай бастайды. Сөйтіп, ол көп ойнағанның да дұрыс емес екенін біледі. Келесі күні фея Пиноккионы ертіп өзен жағасына келеді. Қайыққа отырғызып: «Судың ағысымен алдыға қарай жүзе бер», дейді де қоштасып қалып қояды. Пиноккио ескек есіп өзеннің ағысымен жүзіп отырады. Бір уақытта өзеннің суы бір үлкен теңізге құйылады. Сол кезде қайдан екені белгісіз бір алып кит пайда болып, Пиноккионың қайығымен бірге жұта салады. Міне, ғажап, киттің ішінде ол әкесімен қауышады. Пиноккио қайыққа Геппеттоны отырғызып, кит келесі бір аузын ашқан кезде амалын тауып теңізге жүзіп шығады. Сөйтіп, қайта қауышқан әке мен бала аман-есен үйлеріне оралады. Геппетто өз ісімен айналысады. Пиноккио мектепке барады, әкесіне көмектеседі. Сөйтіп, біртіндеп ұстаның жағдайы жақсарады. Пиноккио кезінде қуыршақ театрының жетекшісі Мангиафиссо берген алтын тиындарды дорбасымен әкесіне бермек болып тығып қойған еді. Ол енді сол тиындарға әкесіне жаңа пальто сатып әпермек болып базарға барады. Базарда ол ұлуды көреді. Ұлумен әңгімелесе келіп, феяның қатты ауырып жатқанын біледі. Пиноккио жылдам үйіне оралып, әкесіне болған жайды баяндап береді. «Пиноккио, ұлым, фея өте мейірімді жан. Саған қанша рет көмектесті. Біз де оған қол ұшымызды беруіміз керек», дейді әкесі. Геппетто мен Пиноккио феяның үйіне келсе, ол расында да төсек тартып жатыр екен. Әке мен бала қолдарынан келген көмегін аямай емдейді. Фея ауруынан айығып басын көтереді. Геппетто қария мен Пиноккиоға алғысын білдіреді. «Пиноккио, мен саған ризамын. Басында қандай едің? Қазір қандай зерек, әдепті бала болдың. Осының бәріне өзің жеттің. Талай сынақтардан да өттің. Сен нағыз бала болуға лайықтысың», деп фея Пиноккионы ағаш баладан нағыз балаға айналдырады. Геппетто да өз көзіне өзі сене алмай Пиноккионы құшағына алады. Сөйтіп олар тату-тәтті бақытты ғұмыр кешіпті.